Тілазар қыз. Үлкен қалада айтқанынан қайтпайтын мінезі шәлкес тілазар қыз тұрыпты. Есімі Өрзия болатын. Ол ешкімді тыңдамайтын еді. Тіпті ата-анасы үнемі ескерту жасаса да, қырсығып өз дегенін істейтін. Ауладағы балалар алаңына шыққанда ұлдармен төбелесіп, қыздармен жұлысып жүрген ортасының шат шәлкейін шығаратын. Үйінің іргесіндегі бала бақшаға бара жатып, көше тәртібін елемей талай ұрыс естіген. Ата-анасы мен тәрбиешілері Тілазар қызға қанша ақыл айтса да, Өрзия қыңырлығын қоймады. Бұл ережелер дұрыс емес. Ол кімге керек? Оны кім ойлап тапқан? Қалай жүргім келсе, солай жүрем. Маған ешкімнің ақылы керек емес, дейтін қияңқы бүлдіршін. Жолдан өтіп бара жатқанда, Өрзия үнемі құс санайтын, тас теретін. Бір күні Өрзияның алдына бір мотоцикл шиқ етіп әрең тоқтады. Тіпті қызды қағып кетпейін деп жолдың шетіне шығып кетті. Зәре құты қалмаған мотоциклшы. Балақай, мұның не? Сәл болмағанда басып кете жаздадым ғой. Абайлап жүрсеңші. Бұған мен емес, мына құстар кінәлі. Мен соларға алаңдап, сізді байқамадым, деп саңқ ете қалды Өрзия. Жексенбі күндері алаңқайға шыққан балалармен тіл табыса алмаған Өрзия жол үстіне шығып доп ойнап жүрді. Бүлдіршінге жақын келіп қалған автобус жүргізушісі терезеден: Әй, балақай, жолда ойнама. Бұл жермен көліктер жүреді. Саған ешкім жол ережесін түсіндірмеген бе? Деп айқай салды. Өрзия оған: бұл ереже дұрыс емес. Жол бәрімізге ортақ. Қай жерде ойнағым келсе, сол жерде ойнаймын, деп дүрсе қоя берді. Дәл осылай жалғаса берер ме еді? Бірақ бір күні адам сенгісіз оқиға болды. Әдеттегідей, Өрзия бағдаршамның қызыл жарығын елеместен жолға жүгіріп шыққан болатын. Сол кезде жоғарыда жол көрсетіп тұрған бағдаршам Өрзияға бұрыла қарап қабағын түйді де: мен сенің кесіріңнен мына жол торабында апатты жағдай болғанын қаламаймын. Күнде ереже бұза берсең, сені сонау алыстағы қате ережелер еліне айдап жіберем. Саған керегі сол ма? Деді. Алайда Өрзия бағдаршамның сөзін құлағын әлмей, жол үстінде добын қуалап, ерсілі-қарсылы жүгіре берді. Осы кезде қатты құйын тұрып, Өрзия қорыққанынан көзін қос қолмен баса қойды. Бір кезде көзін ашып қараса, өзі тұратын үйі де, жаяу жүргіншілер жолағы да, үйінің маңайындағы алаңқайда жоқ. Айналасына таңырқай қарап қалған Өрзия бір қадам басқаны мұң ет, өзіне қарай велосипедші балақайдың құйғытып келе жатқанын көрді. Ол қызды байқамағандай қағып кетті де, екеуі бірде асфальтқа жалп ете құлады. Сен не, көзіңе қарамайсың ба? Велосипедпен жүруге арналған бөлек жол бар емес пе? Саған бұл жермен жүруге болмайды, деп ашулана сөйледі Өрзия. Бірақ велосипедші балақай орнынан тұрып, үсті басын қақты да: мұнда жаңадан келгесің ау дейм. Бәсе, білмейтінің көрініп тұр. Бұл қате ережелер елі. Мұнда әркім өз қалаған жолымен жүреді, деп күңк етті де велосипедіне отырып ары қарай кетіп қалды. Баланың сөзіне таң қалған Өрзия аяқ жолға қарай асықты. Ондағы ойы не болса да, тезірек жаяу жүргіншілер жолына шығу болатын. Бірақ 10 қадам жасап үлгермей жатып, бір бұрыштан автобус атып шықты да, аяқ жолға жақындап қалған Өрзияға қарай жүйткіп жетті. Шошып кеткен Өрзия жолды бойлай өсіп тұрған бұтаның ішіне тығылып, бар жылдамдығымен желдіріп өткен автобустың артынан айғай салды: жүргізуші мырза, аяқ жолмен тек жаяу жүргіншілер жүретінін білмейсіз бе? Көліктер өздеріне арналған, арнайы жолмен жүрмеуші ме еді? Бірақ автобус Өрзияның сөзін тыңдамаған күйі алды-артына қарамастан кете барды. Мұны көрген Өрзия ызасы келіп, жылап жіберді. Көліктердің бірде-бір ережені сақтамай, оңды-солды өтіп жатқанын көргенде, көзі бақырайып, бұтаның ішінен шығуға қорқып қалды. Бір кезде абдырап тұрған Өрзияның көз алдында екі көлік бір-біріне соқтығысып, быт-шыты шықты.
жол апатына ұшырап тұрып қалған көліктерге оң жақтан асығып келе жатқан тағы бір жүк көлігі соғысты. Үйме-жүйме болып жатқан көліктердің астына сол жақтан ызғытып келіп, тағы бір мотоцикл кіріп кетті. Сөйтіп жол үсті у-шу азан-қазан болды. Ол аз болса, көліктердің бірі атылып, өрт шықты. Осы кезде Өрзия жол жүру ережелерін сақтаудың өте маңызды екенін түсінді. Әбден ойланған қыз ақырын ғана Бағдаршамға жақындап келіп, «Бағдаршам, мені кешіріңіз. Мен енді жол ережелерін сақтаймын және басқа балаларға айтып жүрем», деп уәде берді. Кенет қайтадан алақұйын тұрды да, Өрзияның басы айналып, көзі қарауытып кетті. Біраздан соң есін жинап көзін ашса, бұрынғыша өз көшесінде Бағдаршамның алдында тұр екен. Жоғарға қарап еді, қызыл жарық жанып тұр. Бірақ бұл жолы Өрзия Бағдаршамның рұқсатын күтті. Жасыл жарық жанғанда, бүлдіршін Бағдаршамға, Бағдаршам бүлдіршінге қарап жымиды. Өрзия бұдан кейін жол ережесін бұзбайтын болды. Керісінше, басқа балаларға «Басым аман болсын» десем, жол жүру ережесін сақта, деп ескертуді әдетке айналдырды.